Сәлеметсіздер баршаларыңызға. Бүгінгі алуға келдім атроскаларымды және атросканың тамырының жағдайын сіздерге көрсетейін дедім. Енді бүгінгі рубрика осы атроскалардың тамырын қалай тамырлаттық. Сіздерге осы құтыда көрсеткен болатынмын. Міне осындай көгеріпті және де бұған лимон суын құйғам. Салдағы видеоны кім көрген болса, енді жақсы тамырлапты. Қайсысы қаншалық тамырлан сіздерге көрсетемін. Мынау мысалы тамырлаған жоқ. Әлі тамырлатуға саламын. Мынау фикус кочконосныйдың екінші түрі ғой, мынандай мелкий болып өсетін. Одан кейін міне доллар гүлі. Доллар гүлде суда тамырламайды екен. Қараңыздар. Білмеймін, енді мүмкін біреулер тамырлататын шығар, енді қараңыздар. Тамырлап жатқаны жоқ. Жуып атқаны жоқ, но просто қабығы міне. Осы екі жапырақ. И мына жерде менде міне каланхоя бродсфельда. Күлгін гүл шығаратын каланхоя. Суға салғаннан кейін сарғайыпты. Міне осыншалықты әдемі тамырлаған екен. Бұл бірінші. Одан кейін сіздерге тоже мынау каланхоя бродсфельда. Бұлар каланхоялар жақсы тамырлапты. Лимон суда. Енді бұл да тәжірибе ғой, міне қараңыздар. Осы да алып кетуіне жеткілікті, осы тамырдың өзі. Гүлді жақсы алып кетуіне. Мына бір жерінде тоже тағы тамырлаптыр. Қазір сіздерге осы ауылда алатын нені көрсетем. Бұл каланхоялардың барлығын әдейі көрсетіп жатырмын. Тамырларынан ұзартып, міне. Каланхоя бродсфельданың мына қарасаңыздар жапырақтарының асты жасыл. Мынау сәл басқа, қызғыш. Енді мүмкін бұл күн түсу терезесіне қарай өзгеруде мүмкін. Қараңыздар, екіншісі, үшіншісі. Осы мелкилардың барлығын бірге қосып отырғызамыз енді иншаллах. Міне қараңыздар. Фикус бенджамин вообще мына жері жапырақтары осылай қандай да бір гүл болмасын сарғайса, қыздар, осындай болып. Бұл дегеніңіз уже суды тырнақтарыңызбен алып тастасаңыздар болады. Лишний алып тұр деген сөз ғой. Суды көп құйып қойдыңыз, топырақта осылай болған болса. Енді міне қараңыздар, тамырламаған, бірақ осылай жапырақтарын тастап жатыр. Енді бұны тамырлатпай тағы отырғызуға үшінші гүл тамырламаған. И одан кейін міне қараңыздар. Тоже вообще тамыры енді оянып келе жатыр ма, тамырламай осылай тұр. Бұл уже төртінші гүл. Және де мынау тоже фикус. Тоже тамырламаған. Міне қараңыздар. Мына жердегі тамырыма дейін десем, тамыр емес екен. Және тұрып жапырақтары қараңыздар мынандай сарғайып кеткен, сол үшін. Енді бұл үйтіп алып тастаудың қорқыныштысы жоқ, алып тастай беріңіздер. Одан кейін міне каланхоя бродсфельданың бір түрі. Даже бұлар суда тұрып, міне бүршіктеп үлгеріпті ғой, қыздар, қараңыздар. Міне осылай. Және де мына жерде сіздерге айтқаным мята гүлі бар. Жалбыз, тау жалбызына ұқсайды. Өте керемет жапырақтаған, тамырлаған. Соңғы жапырағын алып тастаймыз. Бұл бәрібір керек емес, ертең шіріп кетеді. Міне қараңыздар. Және де бұл ароматный гүл деп көрсеттім ғой сіздерге. Міне осы ароматный гүліміз міне осылай үзін тамырлап әдемі алып кетеді. Бұл негізі жалбыз. Енді екінші атауы жалбыз бұны. Иісі енді тура жалбыздың иісіне сәл келіңкірейді. Осылай. Бұл енді кәдімгі базар сатылатын жалбызға қарағанда екі есе қатты жалбыз. Сонда бір бұның шайыңыз жарты литр болса, мына екі жапырағының өзі жетіп отыр салуға. Осылай жалбыз үйде де өсіріп көреміз. Тамырын көрсеттім. Енді сіздерге міне осы гүлді алмай жүредім деп толстянканың бір түрі ғой. Бұл да осылай неғымапты. Тамырламапты. Тоже там бір алып көрсеткім кеп не қылдым. Енді сіздерге мынауды тоже каланхоя бродсфельданың, бірақ мына сортынан алынған болатын. Осы жерден қиылып қалды да аяғынан. Осы бір жерден қиылып түсті. Сосын өстіп бөлек қоя салған. Бұл да өстіп екеуін бірге отырғызам енді ала берсем. Мята и каланхояның екі түрі тамырлапты, қыздар. Және тамырлаған гүлдердің қатарында міне
осы атроскаларым барлығын отырғызып сіздерге жағдайын көрсетіп, алдыда қандай топыраққа отырғызамын, және де қандай топырақты отырғызуға шештім, соның барлығымен бөлісетін болам. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Енді бұның бір атроскілеген кезде ұнамағаны, мына технически осылай сынып қалып әкелген анам. Осылай, и мыналар жапырақтары осылай сарғайғаны маған ұнамады, бірақ та жаңадан побег бар. Бұл да енді үмітсіз емес, асты осылай фиолетовый болып тұрады екен. Негізі мен бұл гүлді көргем, мындай тоже тал сақылды жағалап өседі. Тамыры тоже хороший, осыны отырғызамыз қазір, уже 4-ші күн. 4-ші гүлім нормально, и мынау тоже толстеньканы. И бұның бір тамырлатқан кезде бір нашар менің ұнамайтын түсі, жапырақтардың барлығы осылай сарғайып, талдардың барлығы уже голый қалатын болды ше. Қараңыздар. Міне. Мына осыншалықты сарғайған тамырлар өсіп суға отырғызғанда не тамырламайды, қараңыздар. Бұны да енді өзімнің көріп жүрген каналдарымнан көріп, қалай тамырлайды, қалай қояды, әлі тамырлатпай отырғызып бола ма, бұны да өзі көріп сіздерге айтатын боламын. Тамырлап тұрған жоқ. Және бегония гүлі. Қараңыздар, бегония гүлі мына жерде мені бір қуантатыны, осылай побег беріп тұр. Туры түсіп қалған мынандай жапырақтың үстінен. Және де міне, одан кейін мына өзі молодой, мына екеуінің ортасына, және міне. Бұл суда тұрған жағдай. Және бегония гүлімнің почему-то осылай орталары именно өстіп, өздігінен осылай желініп түсіп жатыр, міне. И мына жапырағы ғана салмен де жақсы. Енді алып кететін болса, бірақ технический срез бар, когда атроска алған кезде. И міне осы ғана жақсы ашып сөйтіп тұр. Енді бұның отырғызайын десем, тамыры жоқ. Негізі бұл тамырлайды. Тамыры бар, мынандай ғой. Әлі аз ғой тамыры. Біраз тағы да отырғызам, міне қараңыздар. Енді бұған да бір ары кеткенде 2 апта уақыт керек. Сонымен қыздар 1, 2, 3, фикуспен 4, долларымен 5, и мына фикус каучконосымен 6 гүлім тамырла. Енді процесс болатын шығар, тамырламай тұр. Лимон суға тамырламады. Енді бұны мен ауылға алып келдім, содан кейін ауылдың тау суына тоже тамырлатып көрем. Қазір мынаның ішінің барлығын жуып, тазалап, тауға арналған суды салатын боламын. Қыздар, міне қандай гүлім лимон суда тамырлады, атроскың қандай неде тамырламады, енді сіздерге барлығын көрсеттім. Енді қарапайым суда осыларды тамырлатып көрем. Таудың кәдімгі ағып атқан речкасындағы суға. Ешқандай қайнатпаймын, кәдімгі шикі суға саламын, қыздар. Бүгін 28-7 число, 27-05, келесі айдың ортасына дейін тағы да тамырлатайын деп тұрмын. Енді бір ортасына дейін болғанда негізімен 3 күннен 5 күн алған уақыт берім кеп тұрмын. Таудың суына тез алып кетеді, тем более күн жақсы. Сол аралықта тағы да сіздерге видео түсіретін боламын. Міне қыздар, көздеріңізше тағы да тамырламаған гүлдердің барлығын мен стакан шайып алып келдім. Неге бұндай стаканға істеп жатырмын? Сіздерге алдындағы видео көрсеңіздер, осындай стаканға істесе тез тамырлайды деп көрсеткем. Одан бөлек тағы бір тәжірибемде сіздерге лимон су құйғанмын ішіне. Осындай стаканда бірнеше атросканы тамырлаттым. Нәтижесі өте керемет. Міне таудың кәдімгі речканың суын алып келіп, сіздерге тамырламаған гүлдерімді алып келіп салып жатырмын. Қыздар, қараңыздар. Осылай барлығын салып қоямын. Жапырақтарымен қоса. Және де бұған бір 5 күннен 3 күннің аралығында уақыт берем бұл атроскаларым ала өртсе. Сіздермен бөлісетін болам, қыздар. Міне осылай атроскаларымның жағдайы, және де қазір қалған тамырлаған атроскаларымды отырғызу барысымен де бөлісем сіздермен. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Және де менікінде эксперимент лимон су қандай гүлдерге тамырлады. Міне қараңыздар, мята. Осы атын ұмыттым, ренжімейсіздер енді, кімде бар білетін шығар. Өте керемет тамырлаған. Және каланхоя брусфельданың күлгін, қанық күлгінін шығаратын несі гүлі, және де ақшыл күлгін цвет шығаратын міне каланхоя. Осы екі каланхоя, мята және міне 4 түрлі гүлім
осылай лимон суға керемет тамыр беріп тұр, әдемі алып кетеді. Мен сіздерге көрсеттім результатын. Әлде алдыға сіздерді тағы да результатымен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелмеген жандар тіркеліп өтіңіздер, результатын мен секілді жасап көріңіздер, және де менімен бірге болыңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін және де қыздар қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар, себебі қаншама YouTube каналдың ішінде мен жоғалтып жатқан қыздар бар екен. Сөйтіп WhatsApp-ыма ғана шығып жатыр, каналыңызды қайтадан жібересіз ба, мен сіздің каналыңызды уже ұмытып кеттім деп, сондай жағдай болмас үшін қыздар каналыма тіркеліп алыңыздар және қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.